Жоқ, қалған жоқ, ол бізбен бірге деген саңқ еткен бала бүркіт үніндей жігерлі жас дауыс естілді. Бұл зеңбіректің екінші көздеушісі Құсайынов Айтқали деген жауынгердің үні еді. Айтқали қараңғы бұрышта отырған орнынан тұрып, шамға қатаман жақындады. Туған жер мына кітаптың ішінде. Ол жұртқа сол кезде баспадан жаңа шыққан, өзі Алматыдан аттанар алдында вокзал басында сатып алған ақын романының алғашқы кітабын көрсетті. Жауынгерлер тез қуатты, үлкен магнит тартқан көп ұсақ шегедей болып Айтқалидың айналасына жиылды. Вагондағы жалғыз жарық соның алдына қарай итерілді. Бір табадан ыстық күнде шүпірлей су ішкен ақ үрпек балапандай болып, қара көлеңке вагон ішіндегі қайратты жастардың басы сол кітаптың үстінде түйісті. Ішіндегі жандарды жылауық балапанның бесігіндей үздіксіз шайқай тербеген үлкен вагонның қабырғасына түскен үйме-жүйме көлеңке үздіксіз қозғалып тұрды. Солдаттардың ақын романын оқуы осылай басталды. Алматыдан аттана аққан жұлдыздай зымырап, шұбыла созылған ұзын қызыл эшелон Москваға келді. Қазақ бригадасы Астана түбіндегі Бабушкин деген қалада поездан түсті. Мұнда біраз жатып тыныққаннан кейін жауынгерлер қалың тоғайлы Көкшіл көлді Калинин облысының жеріне қарай жаяу тартты. Өне бойлары мұздай, көк қарумен құрсынып, күн демей түн демей ерлер етікпенен су кешіп, аттары ауыздықпен су ішіп, суыт жүріп ұзақ сапар шекті. Артиллеристер майдан жерінің батпағын белуардан кешіп, ер қаруы ұзын тұмсық көк болат зеңбіректерді тынбастан алға қарай сүйрейді. Ол батып қалған жерде раз-два взяли деп орман ішін жаңғырта айғайлап, оның қалқанынан стволынан итереді. Доңғалақтары күшпектерінен батпаққа батқан, ауыр қаруларды ауыр азаппен алға тартқан, мұнда қиын қысталаң шақтарда екі етегін белге түрінген жаяу әскер зеңбірекшілерді басып озып, оларды артқа алысқа тастап кеткенді. Алдыңғы шепке тақап, колоннаны бас жағына воздух деп зәредей ащы үн жиі естіле бастайды. Ирелеңдеген жыланды етіп, созылып шұбалта айтқан осы бір үрейлі сөзді ести сала, солдаттар жолдан шығып, тым-тырақай қашып, жол шетіндегі орманның қойнына тығылады. Қанатында қара бүйісі бар сары ала самолеттер ырылдап кеп төбеден төнеді. Міне осындай жорық кездерінде 15-20 минуттық үлкен бір дамылдау шағы болады. 12 мүшесі сау кісілер қас қаққанша қолынан айырылып, шолақ аяғынан айырылып, ақсақ боп шыға келетін. Жаңа ғана қасқая күліп тұрған, немесе құлында ойнақтап жүрген жолдастарың лезде жан тапсырып, мәңгіге жоқ боп кететін. Адам өмірі түнгі үлкен, оттан ұшқан, ұсақ ұшқындай сөніп жататын майдан өмірі үшін 15-20 минут қысқа ғұмырлы солдат қауымы дамылдап, жан шақырып, талай қызық күлкілерге кенелетін, естеліктер айтып, еш жеп қалысатын өзінше бір ұзақ уақыт. Колоннаның алдық тоқтап, сол жерден біреудің аузынан біреу қағып әкетіп, артқа қарай дауыстап жеткізіп жатқан «Привал» деген команда шыққанда, теңіздің жиегіне қарай жаңғарағат берер таудай толқындар лықсып, бірін-бірі қуалап, бар ләззат қызығымен өзіне қарай жақындап келе жатқан сияқтанады. «Привал!» Сен де бар даусымен қуана дауыстап, өзінен кейінде келе жатқан жұртқа жар саласында жол шетіне шығып, сызды жерді салулы төсекте көріп, жолдастарыңмен бірге жантая кетесің. Бойындағы солдаттың ауыр жүгінен айырылып, құрылыс тырысында жазып, рахаттана керілесің. Таңертеңгі ауылдың мұражаларынан жарыса будақтаған түтінді еске түсіріп, қомағайлана бұрқылдатып темекі сорасың, дем аласың. Артиллерия дивизионының жауынгерлері 20 мен 25 арасындағы қырдың қызыл гүліндей жайнаған қыршын жас жігіттер еді. Бұл шақтағы көлге жақсы жар, сұлу қыз жайлы көп оралатын дауыссыз. Өмірдің бұршақ атар көктемдей, бұл тұста осы жастар орталарын қақ жарып өтіп, жатқан осынау майдан жолынан көгенделген көп қозыдай болып, соғыс әлегімен сол бір ыстық шақтан алыс қалған.
бірақ олардың әрқайсының жүрегінде алаулап жатқан махаббат бар. Сондықтан да осындай тыныштық демалыс минуттарында алдымен 2-3 солдат құйрық жамбастарымен жер сыза жымыңдай жортақтасып келіп айтқалы мен тізелесе жайғасады. Оның бірі әрқашанда зеңбірек көздеушісі Ризуан Қалиев болады. Айтқали, Абай мен Тоғжанның кездескен жерін тағы бір оқып жібермейсің бе? Деп қоқылдайды олар. Айтқали шаршап отырмын деп бәлденбей арқасындағы зат қапшығын иығынан сыпырып алдына алады. Сабанға айналар сақардай шұбатылған зеңбірек майы көп сіңіп, жарадар болған, жарылған жерлеріне батпақ орнап, қап-қара боп түкістеніп кеткен қолының арбиған салалы саусақтарымен қапшықтың аузын аша бастайды. Оның ішіндегі таңертең старшина берген күндік қорек, жұдырықтай нан, карабиннің 60 патроны, лимон қатылатын сырты тақталана бөлінген шоколад сияқты бұжыр-бұжыр 2 граната жатыр. Солардың арасындағы жорықтағы солдаттың ешқашанда пайдаланылмай қапшығында жүретін таза бет орамалы орын алған ақын кітабы бар. Айтқали орамалдың ішінен кітапты алып, оның өзі жатқан білетін шытырман деген тарауын ашып, тамағын кенеп, қарлығыңқы даусын нәшіне келтіріп оқи бастайды. Айтқалиның қолындағы кітапты көргеннен кейін бұлардың төңірегіне таяу маңдалардың бәрі тегіс жиналады. Зеңбіректе жегілу тұрған атының шылбырын қолына ұстап, Өсенов те Айтқалидің артына келіп жантаяды. Тараудың басшаға әкесінің жұмсауы мен жасөспірім бозбала Абайдың сүйіндік ауылына келгенін, оның қоректі ақылды қызы Тоғжанды көріп, оған ғашық болатынын баяндайды. Айтқали тамағын тағы бір кенеп алып, ары қарай оқиды. Орташа келген қырлы мұрыны енді анық көрінді. Қынан қарағанда бір түрлі сүйкімді екен. Жұмсақ жұмыр иегінің астында жұқа ғана бір толқындай боп нәзік бұғағы білінеді. Жылтырап таралған шашы қап-қара қалың өріммен ерекше әппақ нәзік мойнына қарай құлап түсіпті. Үлкен де, кіші де емес, әшекей сырғасы діріл қағып, дамыл алмай сілкіне түсіп тұр. Уап бәлі, қызым-ақ екен-ау өзі, деп әркімдер осы тұста сүйсіне үн қатысып алады. Абайдың өзіне ғашық еткен қыз осал болады дейсің бе? Өсенов жез мұртының ұшын ширатып жіберіп, ақырын бір жұтынып қояды. Ұзақ шапар шегіп, шашап шалдығып келе жатқандардың езулеріне жылы күлкі жүгіріп, көздері жайнай жүгіреді. Жүктері лүпіл қағып, өздері сол сұлу Тоғжанның қасында тұрғандай сезінеді. Жүрек түбінен әркімге елде қалған өз Тоғжаны елес береді. Онымен өзінің ең алғаш қалай кездескені есіне оралады. Бір сәтке олар өздерінің орман ішінде оқ астында отырғандарын, жаны тебірене жар денесін сипауға созылған қолдары қазір автоматтың суық стволын қысып тұрғандығын ұмытып кеткендей болады. Осы кезде алдан әртүрлі дауыспен ышқына айтылған «По местам» деген жауынгер команда құлаққа шалынады. Бойларында күш жиып, қуаттанып қалған жауынгерлер орындарынан атып-атып тұрады. Жауынгер Айтқали Құсайынов 1943 жылдың 9 қаңтарында Великий Луки қаласының түбінде жау танкісімен зеңбіректің жекпе-жек атысында ер өлімімен қаза тапты. Соғыстың қатал дәстүрі бойынша өлген солдаттың денесі бойынан қару жарағы, қойнынан документі алынып, жаңа қазылған жас қабірбасында қарулас серіктерінің ақырғы құрметті көрсетілген туған жердің топырағына беріледі. Отан үшін қан төгіп жан берген ер солдатты жер ана құшағына қысып, мәңгілікке алып қалады. Айтқалиды қастерлеп қойып, жауынгер жолдастары жаудан кегінді аламыз деп серт еткендей аспанға 3 дүркін оқ атып, салют бергеннен кейін оның жетімсіреп жерде жатқан карабинінің кіші сержант Ризуан Қалиев көтеріп, ал зат қапшығындағы патрондарды өзге серіктеріне бөліп берді. Қалған 2 гранат пен ақын кітабын кіші сержант өз қойнына тығып алды. Өлген жауынгердің қойнынан алған документ, комсомол билеті мен қызыл әскер книжкасының арасынан жөнелтілмей қалған 3 бұрыш хат шықты. Хаттың сыртында Семей облысы, Белағаш ауданы Ерназаров селосы, Тоғайсова Задаға делінген әдіріс бар екен. Зада Айтқалидің сүйген қызы. Ол сонау Белағашта селолық советте секретарь болып істейтін.
Айтқали қыздан үзбестен хат алып тұратын. Селолық советтен хат келген сайын қуанып, жолдастарына сүйген қызы жайында көп жалында әңгімелер шертетін. Заданың сұлулығын да, сабырлылығын да бір ғана Тоғжанмен теңестіретін. Тек Заданың құлағында дір қағып дамыла алмай сүлкіне түсіп тұратын сырғасы ғана жоқ деп қуана да қулана күлетін. Хат ішінде Айтқалидың маржандай әріптермен мынандай сөздер жазылған. Қалқам Зада, біз қазір үлкен бір орыс қаласының түбіндеміз. Айтқали әскери құпияны сақтап, Великий Луки қаласын осылай атапты. Жау осы қалаға аранын ашып анталап тұр. Бірақ біз оны бермейміз жауға. Оған сенімің кәміл болсын. Қазір түн, мен жертөледе кезекшімін. Жолдастарым жанымда тегіс тынығып жатыр. Олар тоңбай, жақсы ұйықтасын деп, темір пешке өкіртіп от жағып отырмын. Далада шыңылғалтыр қарды шықырлата басқан сақшы аяғының сықыры естіледі. Жертөленің сыртына немістер жақын келіп, бір мина жарылды. Қорыққанға көз көрінеді деген рас болуы керек. Немістердің түні бойы осылай түсінен шошынғандай бет алды оқ атып, отырмаса көңілдері көншімейді. Сен одан қорықпай-ақ қой. Мұндай құрдалбасы үшін атылған жау оғының маған да, менің жолдастарыма келтірер қырсығы жоқ. Сен қазір ұйықтап жатқан боларсың. Мен пешке шайырлы мол құрғақ ағашты қалып қойып, снаряд гильзаның жасалған солдат шабының түбінде кітап оқып отырмын. Ол сен туралы екеуміз жайында жазылған кітап. Ақын романы. Соның бел-белесте туған тарауының аяқ жағында Абай мен Тоғжанның екінші рет кездесуі баяндалады. Екі дос жан әрең табысы бір-біріне жүректерін жайып, ынтыға ұмтылысқан шақта оларға Қарауыл өзені тасып кетті деген суық хабар келеді. Бұл Абайға да, Абай жандағы әйелдердің де бастарына төнген қатер еді. Сондықтан ол да тез кетпек болып, қимас қашығын тастап асығыс жөнеледі. Кітаптың осы жерін оқышы сен Зада, тағы бір қайталап оқышы. Екеуміздің жайымыз да нақ осы сияқты болды ғой. Біз осы жазда қосыламыз деп уәде байласқан шақта, сол бір тәтті түннің таңертеңінде соғыс басталып кетті емес пе? Бізге төнген қатер көктемде тасыған шағын өзен Қарауыл емес, шалқар отанымызды шарпыған сұрапыл соғыс болды ғой. Оқасы жоқ Зада, сол Қарауылдың қалың сеңінің қамауынан құтылып, өзінен аман өткен Абайдай болып, бір күні жауды жеңіп жетермін, мен де саған құстай ұшып. Қуана күліп, алдыңда тұрармын қанатымды кең жайып. Сонда біздің соғыса жатқан құшағымыз қайта айқасады. Мәңгілік болып айқасады. Қош сәулем, Задашым, Тоғжаным менің. Ақ бетіңнен аймалай сүйіп, сенің, тек қана сенің Айтқалиың. 8 қаңтар 1943 жыл, Дала почтасы, 1745-125 бөлім. Жебір соғыс жалмаған асыл азамат сүйгеніне жетпеді. Төбе басын томпитып, алыста қалды. Бұдан кейін де соғыстың сансыз темір тісі тілгілеп жатқан азалы жерге адам сүйегін сепкен талай күндер өтті. Жауынгерлер қилы-қилы қанды жорықтарды, қиын-қиын қырқысқан ұрыстарды бастарынан кешірді. Жырым-жырым болып, солдаттар қойындағы кітап та тозды. Бірақ жігіттердің жүректеріндегі Тоғжан тозған жоқ. Ол әшекей сырғасы діріл қағып, жорылықта солдаттармен қатар жүрді. Ол жылтырап таралған шашы қап-қара қалың өріммен ерекше аппақ нәзік мойнына қарай құлап түсіп, жауынгерлермен қол ұстасып, жауға қарай сан рет шабуылға шықты. Елде сенің де сұлу жарың бар деп, әр солдаттың құлағына сыбырлады, әр жүректі наздана қытықтады. Жаралыға үміт болып, шаршағанға қайрат берді. Қараңғы түнде алыстан маздаған от, аспандағы шолпандай болып, Тоғжан оларды атой салып, жеңіске шақырды, өмірге жетектеді. Соғыс бітті. Эшелон қызыл вагондарға тиеліп, солдаттар туған елге қайтты. Жеңіс пойызы желдей жүйткіді. Сол эшелондардың ішінде тарыдай шашырап, баяғы Қазақстан бригадасының жігіттері де келе жатты. Вагонның екі жақ есігінде бірдей солдаттар үйме-жүйме болып сыртқы көз салып тұрды. Олар өздері жорықпен өткен, соларды азап ету үшін қан төгіп қиян-кескі ұрыс салған қалалар мен селоларға, ормандар мен шоқыларға, өзендер мен көлдерге қарайды. Сол жерлердегі мәңгі ұйықтап жатқан ер жолдастарын естеріне түсіреді. Апырай, бұл соғыстан тірі қаламын деп ойлаған жоқ едім, дейді жездей сары мұртты кәрі солдат қасындағы сержантқа бұрылып басын шайқап.
Ажалсызға тау құласа да өлмейді деген осы екен-ау. Сары мұртты солдат баяғы Өсенов, оның қасында тұрған сержант Ризуан Қалиев. Қалиевтің кеудесі ордендар мен медальға толы, Өсеновтің де кеудесі құр емес, қос медаль жарқырайды. Сержант та кәрі солдатқа күле қарайды. Баяғыда Алматыдан алғаш майданға аттанған шақ есіне түседі. Сондағы осы шалдың бүкіл вагон ішіндегі жұрттың жүрегіне қаяу салып, шерлене күрсінуі бар. Солдаттарды сол сәттері шер тұңғиығының айырған Айтқали болып еді-ау. Жоқ, туған жер қалған жоқ, ол бізбен бірге мына кітаптың ішінде деп жарқ етіп шыға келіп еді-ау. Айналайын. Айтқалидың өлген жерін есіне алып, сержант еріксіз қабағын шытты. Жалғыз Айтқали ма? Талай-талай маңғаз жігіт, аяулы азаматтарды мерт қылып кетті ғой бұл соғыс. Сержант Нәсіп Қалиев, кіші сержант Әбдірахман Бюмурзин, жауынгер Сембек Молдыбаев, кімнен кемеді? Взвод командирі лейтенант Ақраш Андиров, подполковник Әбілқайыр Баймолдин, пулеметші батыр қыз Мәншүк Маметова ше. Бәрде жанып тұрған, лаулап тұрған жалын еді. Отан үшін, анамыздай қымбат арымыз үшін. Қабақтарын шытпастан, жандарын қиды да, небір қаланың табалдырығын жастанып, небір өзеннің қабағын қайратып, арыстай боп қала берді олар. Сержанттың көз алдына өз батареясының командирі капитан Жамалбеков елестеді. Ұрыстың бір тол шақтарында немесе бөлім екінші эшелонда тұрған кездерде жауынгерлер алақоқықтап отырып қалып кезек пен ақын кітабын оқысатын еді. Жауынгерлермен біресе отырып, бұл кітапты капитан да тыңдайтын. Ел сағынған жүрекке осы бір тозған кітап үлкен медеу болатын. Әсіресе оның тоғжан жайлы айтылатын жерлерін оқығанда жауынгерлер жымындасып, екі езулері құлақтарынан жете мәз болысып қалатын. Жалғыз жауынгер ғана емес, капитан қоса жымиятын. Әшейінде түсі суық, сұсты көрінетін командир жүзі, тоғжанның жүріс-тұрысы, қылықты қимылдары суреттелген жерде мүлде жібіп, майға балқытылған қорғасындай толқысып кететін. Сөйтіп артта Европа қалды. Артта қираған қалалар қалды. Қалалардың төңірегі толы молалар қалды. Енді міне жеңіс пен елге келеміз. Қазақтың қаракөз қыздарын көреміз. Өз тоғжанымызға барамыз. Қалиевтің қиялы шарықтап, Шар ауданындағы өзінің туған ауылына қарай қанат қағады. Ажары атқан таңдай жылы жүзді жұмсақ білекті, су тиген қарақаттай мөлдір қара көзді, аса бір сымбатты жан ұяла да қуана кеп мұның алдынан шыққан тәрізденеді. Ол кезерген ернін жалап, бір тамсана қалып, жандағы жолдастарына қайта бұрылады. Рас, ажалсызға тау құласа да өлмейді деген дейді. Өсеновке әр сөзін үзіп-үзіп айтып. Апырай, Мәскеуге қашан жетер екенбіз? Тезірек көрсек-ау Қазақстанды. Сержанттың жүрегі аузына кеп, тығылардай боп, кесел лүпілдеп қатты соғады. Рас, туған жер дегендей эшелон толы солдаттар вагон ырғағымен бастарын қайта-қайта изейді. Мен оқып болдым. Самайымнан тер сорғалап кетті. Жазғаным Әуеновке ұнамаған шығар деп ойладым. Қысылып бір қырындап тұрып, профессорға көзімнің қиығын салдым. Оның өңі нарттай қызарыңқы сияқты көрінді. Менің оқығанымды беріле бар ынтасымен тыңдап шыққанын ұқсайды. Пәлер бол, сенің мынауың көркем шығарма ғой өзі деп мұрнын бір сипап қалды. Мұны новелла десе де, естелік атаса да, немесе көркем очерк деуге де келеді. Бұда бүкіл бір әскери бригаданың қысқаша тарихын айтыпсың. Тоғжан бейнесін жақсы түйіндепсің. Оны тек жақсы қыз деп қана емес, жан сүйсінтер сұлулық мұраты, өмірдің өзі, тіпті отан тұлғасын деп те түсінуге болады екен. Біз жазған Тоғжанның майданда осындай әсері болғанын, соғысқа қатысып келген солдат сенің аузынан есту маған қандай ғанибет екенін білесің бер бол, деп профессор мені көкке көтеріп тастады. Мұны жазғанда менің ойыма түйіндеу деген де, бір бригаданың тарихын түзу деген де келмеген еді. Мен тек өзім көрген, жолдастарымның басынан кешкен жағдайларды ғана айтуға тырыстым. Айталдым бекен деп шүбәләндім. Профессор сәл бөгеліп барып сөзін қайта жалғады. Мен мұндай болар деп ойламаған едім. Тағар сыным, айтар мінім жоқтың қасы. Сен өзің журналист боламын деп жүрсің ғой, әбден боласың. Мына аяқ алсын сенің қазірдің өзінде даптайын журналист екеніңді танытады. Менің саған берер кеңесім, осы жазғаныңды газетке апар.
Мен үшін емес, өзің үшін апар. Газет деген үлкен жаршы орын. Сен сияқты болашағы бар журналистердің газетке жарияланып көріне беруі абзал. Ал мына тырнақалды еңбегің ұялмай жариялауға әбден жарарлық. Сенің мұны қысылмай ұсынып, газеттің қымсынбай басуына болады. Әуенов маған редакцияға баруымды маслихат етіп, бола бергенде лекцияның біткенін паш етіп, қоңырау шылдырлады. Мен өзімнің аудиторияда сабақта отырғанымды сонда бірақ білдім. Аудиторияда Әуенов екеумізден басқа жандардың барын енді аңғардым. Әуенов тұруға ыңғайланып, алдында жатқан папкасын жиыстырып, үстел үстіне қырынан ұстап отырды да, тағы бірдеңе айтқысы келгенде асықпай менің бас аяғыма қарады. Солдат студенттің жайы басқалардан гөрі ауырлауы болады. Сен өзге жұрттан кейінірек келдің ғой, Ербол, жатақханаға жайғасып едің деп сұрады. Мен жатақханадан орын тимей пәтерде жатқанымды айттым. Ал өзге жайларың дұрыс па? Дұрыс, дедім мен. Онда қазір менімен бірге деканатқа жүр. Сенің жатақхана жайында сөйлесейін. Мен қуанып кеттім. Жатақхана жалына қол жетпес жақсы арғымақтай арманым еді. Орнынан атып тұрып, Әуеновтың соңынан ілестім. Декан өз орында отыр екен. Есіктен кіріп келе жатқан Әуеновты көріп, ұшып тұрып оған өз орнын берді. Бас изеп менімен де сәлемдесті. Бұған менің ішім одан сайын жылып, үмітім күшейе түсті. Ыбырайым, деді профессор деканның орнына жайғаса отырып. Мен өзіңді жақсы декандардың бірі санаушы едім. Бірақ мына үсіңді құптамай қалдым. Не боп қалды, Мұха? Деді декан оған қарай еңсерле құласы түсіп. Мынау Ербол деген жігіт, деді профессор босағада түрегеп тұрған мені нұсқап. Табандатқан 4 жыл соғыста осы тұрған шағын бойымен ер шыдамас, нар көтермес жүк көтеріп жауды жеңіп келген асыл азаматтардың бірі. Осы жігіт соғыстан қайтып келе жатып, туған жеріне де бармастан осы біздің университетке оқуға қалған. Мұны өзің қабылдапсың, оның дұрыс болған. Бірақ осы жігіт 3 айдан бері туысы емес, танысы емес, соғыста бірген жолдасының тар үйінде сол үйдің көп жанымен қосылып мекен ететін көрінеді. Танымайтын бет алды біреу бұл жігітке босағасын орын бергенде өзі үй сияқты университет неге жатақханадан орын бермейді? Ойбай, Мұха, деді декан, қазір жатақханада орын жоқ. Бұл жігіт сол тұрған үйінде биылша бірдеңе қып шыдап шықсын. Алдағы оқу жылында жатақханаға қайтсем де орналастырайын. Пәлі, сол да сөз бе екен, деді профессор, түсін бірден суыққа сала сөйлеп. Орын неге жоқ? Жатақханаға жайғасып алған өздері соғысқа бармаған жай күйлері жақсы, көк жаға күйлі студенттер бар емес пе? Немесе ана нашар оқитын студенттердің бірін жатақханадан шығарып жіберде орнына осыған бер. Олай болмайды ғой, Мұха, деді декан сасқалақтап. Болмаса мен ректорға барамын. Бұны қайткенде де болдыру керек. Біздің осы болмысыздан қол жетпейтін биік, көш өтпейтін шыңырау жасап алатынымыз жаман. Әйтпесе қол астында 300 студенті бар деканға жатақханадан бір орын табу қиын болып па? Ойбай, Мұха, сөзіңіз өтіп кетті. Мен бұл жігітті қайтсем де бірдеңе қылып орналастырайын, деп декан маған бұрылды. Фамилияң кім, қарағым? Есенов, дедім мен. Декан менің фамилиямды жазып алды да, бүгін лекциядан қайтарыңда маған соға кет. Оған дейін коменданттармен хабарласып бір нәрсе істеттірейін, шырағым. Пәлі, деді Әуенов қайтадан жадырап. Жөн істедің, Ыбырайым. Бұл өзі қамқорлық жасауға тұратын жігіт. Мен деканға да, профессорға да рахмет айтып, қуанышым қойныма сыймай деканаттан шықтым. Ертеңінде мен жатақханаға көштім. Виноградов көшесіндегі үйдің екінші қатарындағы 65-ші бөлмеге, Жомартбектің қасында орналастым. Төсек орын жоқтықтан әзірге ол екеуміз бірге жататын болдық. Сөйтіп менің 2 ыстық тілегім бірден орындалды. Жатақханаға жайғастым, Меңтайдың жанына жақын келдім. Сүйген қызыңды сыртынан жиі көріп жүрудің өзі бақыт қой шіркін. Бұл бақыт енді менің жүрегімді күн сайын кенеп, оны үрген шардай тырсылдата келіп, жұқартып бара жатты. Менің жазғанымның Әуеновке ұнауы бүкіл группаны қуанышқа бөледі. Курсымыздағы 30 қыз бен менен кейінгі еркек кіндікті жалғыз ұл Жомартбек сол күні мені кезек-кезек құттықтаумен болды. Келесі күндері де бұл әңгіме ауыздан түспеді. Әсіресе Зайкүл, Мұхит ағаға мен айтпасам, мен Ерболдың қолынан жазу келеді демесем, мен ол кісіге сенің өлең шығарғаныңды да жеткізбесем, сен мұны жазбайтын едің де, Әуенов аузынан мұндай баға да ала алмайтын едің деп көп мақтанады. Ал Меңтай бір ауыз сөзбен баға берді. Ана өлген жігіттің қойнынан алынған хат оқылғанда ойыма өз ағайым түсіп, көзіме жас алдым, деді. Маған Зайкүлдің 100 рет айтқан менінен осы бір ауыз сөз әлде қайда қымбат боп көрінді. Қыздар Әуеновтың айтқанын орындап, жазғанымды тез редакцияға жеткізуімді жөн көрді.
Газет мұны қайтсе де басады, Мұхит ақа мақұлдаған әңгімені неге қабылдамасын десіп апармасқа ерік алдыма қоймады. Шынымды айтсам, ол кезде қыздармен қоса өзім де керемет қуанышты едім. Кеудемді қайдағы бір лыпылдаған сабырсыз мақтаныш кернеді. Редакцияны іздеп келе жатқанымда Әуенов айтқан бір ауыз жылы сөз қанат боп, мені аспанға көтеріп әкетіп бара жатқандай көрінді. Творчество адамдарының көңіліңді өзге жанды көп кездесе бермейтін ерекше бір леп болатын. Мен бірінші рет сонда ғана сездім де бір әлжуаз әңгіме жаздым деп көкірегім гимнастерканың жыртып кетіп көктемде тасқан шолақ сайдай күркіреп шолтаңдап менің өзін қаншама әлек-шәлек болдым. Ал әлденеше әңгіме, пьесалар, ақын тәрізді үлкен роман жазған Әуенов неғып топан суындай тасып сел боп қаптап жолындағы жұртты жайпап кетпей жүр екен деп және ойландым. Тегі жазушы парасаттылығы, жазған дүниесі жақсы болған сайын шошаңдап кеуде қағуда емес, сабырлы, салмақты бола түсуде шығар деп тағы түйдім. Сап көңілім деп бұл ойыма және тұсау салдым. Сен немене дәл бір жазушы болып кеткендей ақ толғанып келесің? Саған Әуенов жазушысың, немесе жазушы боласың деген жоқ, журналист боласың. Қазірдің өзінде дайын журналист екенсің ғой деді ғой, деймін өзіме. Ендеше немеге ит қуған бұзаудай боп, екі танауын шелектеп, делдиіп, едіреңдеп келесің? Үлкен екі көшенің қиылысында тұрған 3 қабат үйдің биік тас баспалдағының алдына кеп тоқтадым. Үйдің маңдайшысы толған қызыл шашы шыныларға, республикада шығатын газеттер аттары қағазға басылған көзге таныс пішінмен бедерленіпті. Осында келген ең негізгі жұмысым солдай-ақ мен тұра қалып оларды шетінен оқи бастадым. Кастак, Советтік Қазақстан, Советский Қазақстан, Жасұлан. Мен іздеген редакция осында екен. Жүрексініп кеп, тас баспалдақтың бірінші басқышына аяғымды салдым. Редакция дәлізінің екі жағы қатар-қатар есік екен. Әр есіктің сыртында тақтайға бұранды шегемен бекітілген ала қандай қызыл шыны тұр. Шынында әр бөлменің аты және олардың меңгерушісі мен әдеби қызметкерінің фамилиялары көрсетілген. Әр қойдың шабын бір түткен жетім қоздай болып, әр есікке бір үңіліп келе жатыр едім, алдымнан тасыр-тұсыр пулемет атылып қоя бергендей болды. Сөйтсем, мен ашық тұрған бір есіктің алдына кеп қалған мекенін. Бөлме ішіне жағалай көлемі кішіректеу келген бір келкі тапал-тапал үстелдер қойылыпты. Әр үстелдің үстіне бір машинка. Әр үстелдің басында әлекедей жаланған бір әдемі келіншек. Әр келіншектің қасында алдындағы қағазына қарап, бірінің айтқанын бірі тыңдамай, өз-өзімен екілене сөйлеп отырған бір еркек. Еркектердің ауыздары жыбырлаған сайын, келіншектердің ақ саусақтары су бетіне секіріп, ойнаған ақ қайрандай боп жарқ-жұрқ етеді. Әйелдер де, еркектер де өз екпіндеріне өздері апиын ішкендей елтіп, екі жақтарына кезек теңселеді. Бақсам, ол машбюро екен. Онымен қатарлас, есігі ашық екінші бөлмеден дүңкілдеген және бір дыбыс естілді. Қарасам, ішінде ешкім жоқ. Жаңағыдай тапалтал үстелдің үстінде тұрған бір машинка тарс-тұрс етіп өзінен өзі басылып жатыр. Одан біртіндеп еденге қарай сусыған мотолетканың көш құлаш белбеуіндей ұзын сары қағаз жылқының қартасына ұқсап үсті-үстіне қатпарлана төгіленеді. Бұл телетайп бөлмесі екен. Сол жақтағы есігі ашық тұрған басқа бөлмеге және көзім түспеді. Қатар тұрған екі үстелдің басында алдарындағы қағаздарына еңкейе түсіп, сырылдата жазып 3 адам отыр екен. Олар маған неге екенін білмеймін, бір-бірімен үзеңгі қағысып, танаулап келе жатқан 3 сәйгүліктің жалдарына бұқшия жабысып, әр қайсысы қамшы басқан 3 шабандозға ұқсап кетті. Осының бәрі маған лыпыл соғып тұрған тамырдай сезіліп, редакция жұмысының ішкі ырғақ екпінін танытты. Ақыры дәліздің ең түкпіріндегі іздеген есігіме де жеттім. Онда былай деген жазу бар екен. Әдебиет және өнер бөлімі меңгерушісі Омаров, әдеби қызметкер Шалғынбаев. Есікті қағып едім, бұл бөлмеде біреу менің келуімді асыға күтіп отырғандай-ақ табан астында да деп барқ ете түскен сыпайылықтан гөрі сызы көп тырнауық дауыс естілді. Бөлмеге кірсем, ішінде 2 адам отыр екен.
Жас жағынан біріне-бірі тетелес сияқты, төрдегі тарамыс арық, қара торы 30-ға жаңа жетсе, есік жақта отырған қалың шашты аққұба өнді, сәл пұшық мұрындау келген сымбатты дембелше жігіт одан 3-4 жас қана кіші болуы керек. Есік жақта отырған сымбатты жігіт бөлім бастығы болар деп ойладым. Сондықтан да оған Омаров ағай сіз бе? Дедім. Бұл бұйраша жігіт бақ жиып бетіме қарады да иегімен төрде отырған кісіні нұсқады. Оған жете бергенімде телефонны шылырылдап, ол трубкаға қазір деді де бөлмеден шыға жөнелді. Ол шығып кеткеннен кейін бұйрашасы орнынан тұрды да маған қарамай шолақ мұрнын маңғаздана пұштырайтып бастығының орнына барып отырды. Креслоны ілгері қозғап нығырлана жайғасты. Содан соң оң жақтағы телефонды құлағынан сүйреп әкеп алдына қойды. Оның трубкасын көтеріп құлағына тосты да орнына қайта салды. Осыдан соң барып маған қарай қолын еріне созды. Менің атым Шалдуар Шалғынбаев. Кәне, не әкеліп едіңіз? Новелла, дедім мен, Әуеновтың осылай деп атағаны есіме түсіп, не де болса Айдаспанға бірақ шығарайын деп. Естелік дейін десем, ол отбасында отырып, өткені кеткенді еске түсіретін шалдардың шаруасы боп кетер. Очерк десем, қара мақалаға ұқсар ма, мына купеге әдеби қызметкердің алдында беделім түсіп қалар деп ойладым. Әдеби қызметкер өз-өзіне мәз бола қарқылдап күліп алды да, жігітім, сен өзің көкісі екенсің ақ, деп маған қарап. Неге, дедім абыржып. Сол, жер басы жүрген жоқсың әйтеуір, әйтпесе новелла дейме екен кісі, әңгіме десеңші онан да. Ал меніңше мұның әңгіме демес. Неге, дедім, тағы да одан сайын сасқалақтап. Неге екенін айтайын қазір. Әдеби қызметкер шалқая отырып, сұқ саусағымен менің қолжазбамның тақырыбын түртіп. Мынау не деген сөз, а? Тоқжан, дедім мен әдеби қызметкер менің жазуымды ажырата алмай, әлде көзі жетіңкіремей отыр екен деп ойлап. Ол кім, а? Шалдуар маған тесіле қарады. Ақын романның кейіпкері. Онда сол роман жайында ғой мұның, а? Иә, бірағынды қоя тұр. Мұның романдағы рецензия болса, онда бізге керегі жоқ. Өткен ол туралы бізде профессордың рецензиясы шыққан. Шалдуар сұқ саусағын шошайтты. Онысы сен студент қанасың, ал біз профессорлардың өздерімен істеспіз деген ау деп ұқтым. Ал бұның роман туралы немесе оның бір кейіпкері туралы әңгіме болса, оның не қажеті бар бізге? Сен Әуеновтен артық жаздым деп ойлайсың ба өзің, а? Жоқ, дедім мен. Ендеше мұны газетке басудың қажеті де жоқ, деді әдеби қызметкер. Сонда да алдымен өзіңіз оқып көрмейсіз бе, дедім мен дағдырап. Тоқта, деп ол бейне бір мені қылышпен шауып түсетіндей сұстанып оң қолын көтерді. Сен өзің газет қызметкерлерін кім деп ойлайсың, а? Жұмысы жоқ, Сандалбай деп білесің бе? Біздің бөлімге сенің мынауың сияқты. Ол мен қағаздарымды дудырата ұстап жоғары көтерді. Күніне 30 өлең, 10 әңгіме келіп түседі. Біздің бөлім осы редакциядағы ең хабыт көп келетін бөлім. Өйткені қазақтың ең жоқ дегенде 2 ауыз өлеңін шығармайтыны кем-де-кем. Соның бәрі өздерін ақынбыз деп біледі. Газетке басындар деп оларын бізге жібереді. Ішінде іліп аларға ештеңе жоқ. Сол хаттардың бәрін сеніңше бұл Омаров екеуміз басымызды қатырып оқып отыруымыз керек пе? Ол есік жаққа бір қарап қойды. Омаров оқиды. Ол елден келген хаттарды ең жоқ дегенде сөз үйренуге болады дейді. Ал мен ол даусын сәл ақырындата сөйледі. Елден келген шала сауатты хаттардан ештеңе де үйренуге болмайды деймін оған. Шалдуар даусын қайтадан қатайтты. Сендердің бұл сияқты бытпырақтарыңды оқып, біз отырып алсақ, онда редакцияның жұмысын кім істейді? Кім істейді, а? Егер сен біздің орнымызда болсаң, қайтер едің? Оқыр ма едің соның бәрін, а? Оқымайсың, ендеше басты қатырма, мұныңды оқуға уақыт жоқ. Және сен біліп қой, газетке тек актуальды мәселелерді ғана жазады. Сенің мұныңның газет үшін еш актуальдылығы жоқ. Сен өзің актуальды дегенің не екенін түсінесің бе? Ол злободневный вопрос деген сөз. Вот, біліп қой. Және сен өзің шу дегеннен әңгіме жазамын деп ойлама, ол қиын жанр. Осы бөлмеде отырған екеуміздің ішімізде әңгімені жаңағы Омаров қана жазып жүр. Саған қайда әңгіме жазу? Шалдуар қайда деген сөзді мені белімнен соққандай ғып созып айтты. Сен тұр ғой, осында үлкен редакцияда қызмет етіп отырған мына менің өзім де әңгіме жазуға жүрексінемін. Мен өзім қазір очеркті боратып жүрмін. Сен біліп қой, очерк деген газеттің романы. Очеркті екінің бірі емес журналистің төресі ғана жазалады. Білдің бе, а? Ал артынан әңгімеге ауысамын. Мені мынауың да очерк, дедім мен бағанағы айтқанның. Бір сәті төмендеп очерк десем, Шалдуар жібімес пе екен деп дәмеленіп.
Очерк? Ол маған үрке қарады. Саған очерк жазу қайдан келсін? Армиядан келген солдат студенттің мұрнына очерктің иісі қайдан барады? Жәке әшейін қызбалықпен айтып тұрған шығарсың, жігітім. Мен не дерімді, не айтарымды білмедім. Оқыңызшы өзіңіз осы очерк, дедім Шалдуарға жалынғандай болып. Оқымаймын, бұл очерк емес. Тоғжан деген атының өзі очеркке келмейді. Егер аты сауыншы қыз Тоғжан деп тұрса, онда очерк деп ойлауға болар еді. Ал алда-жалда мұның кейбір жерлері очеркке сай қалса, онда ешбір актуальдылығы жоқ. Осы бір актуальды деген сөз маған пәле болды. Шалдуар соны сойып қылғып, сілтеп шоқпар қып сермеп, мені маңдайдан пергілеп, тобықтан ұрғылап, есімнен тандырды да отырды. Актуальды болмағандықтан мұның газетке қабылданбайды. Түсінікті ме, а? Деді ол тағы. Газетке баспай-ақ қойыңыз. Тек маған оқып шығып, пікіріңізді ғана айтыңызшы. Осы саған редакцияға бар деп жүрген кім өзі? Шалдуар мені редакцияға бар деген адам қазір қолына түссе түтіп жіберетіндей боп сұстанып кетті. Мұны профессор Әуенов сіздерге апарып көрсет деген соң келіп едім. Шалдуардың түсі қайта жұмсарды. Тіпті күліп те алды. Үлкен кісілер солай деп айта салады, деді ол. Сенің көңіліңді қимаған ғой, және ол кісінің мазасын алатын сен сияқты студент аз деймісің? Шалдуардың түсі қайта суыды. Ал Әуенов айтты екен, сол кісі жөн сілтеді екен деп, сен малданба. Біз Әуеновтің жазғанының да бәрін баса бермейміз. Әкелген актуальды болса ғана басамыз. Түсінікті ме? Түсінікті, дедім. Мен енді есім шығып, тезірек кетуге ыңғайланып. Түсінікті болса жүре бер. Мә, мынауыңды ала кет. Мен қолжазбамды алып, есікке қарай аяңдадым. Осы кезде оның есіне авторлардың күдерін үздірмеу керек деген журналистік қағида түсті ау деймін. Маған қайтадан дауыстап: "Әй, тоқта", деді қолын шошайтып. Мен тоқтадым. "Егер актуальды бірдеңе жазсаң, тағы да келерсің. Енді жүре бер", деп ол қолын сермеді. Мен жүре бердім. Редакцияның босағасын алғаш аттауым осылай аяқталды. Кеше ғана Әуеновтың алдынан көңілме қанаты бітіп, іштей тасып, лепіріп шыққан мен Шалдуар Шалғынбаевтың алдынан жермен жексен болып шығып, редакцияның биік баспалдағынан тәлтіректеп жерге әрең түстім. Өзіме де сол керек, дедім, былайырақ шыққан соң ішімнен. Тұңғыш баласын ЗАГСке тіркетемін деп туған күнін ертеңінде ала жүгірген жас анадай желпеңдеп, алды-артыма қарамай жүгіріп едім редакцияның. "Қайдасың?" деп. "Ал жүгір." Осыдан кейін бір күні тағы да редакцияға бардым. Баяғы бөлмеде Шалғынбаев жалғыз отыр екен. "Бұл жолғым актуальды мәселе еді", дедім мен. Шалдуар илеме деп үміттеніп. "Немене? Алда Жамбылдың қайтыс болған күні келе жатыр ғой. Біз соғыс кезінде Жамбылға хат жолдап, ол кісіден өлеңмен жазылған жауап алғанбыз. Соның тарихын баяндап, және қаншама шапсан сөйлессең де Шалдуар менің сөзін аяқтатпады. "Мұның да актуальды емес", деп қолын бірақ сермеді. "Жамбыл туралы филология ғылымының кандидаты Тұрғынбаевқа мақала жаздырғанбыз. Филология ғылымының кандидаты", деп қайталады ол. "Соны машинкаға бастырып, мына өз қолыммен апарып, осы жаңа ғана редактордың алдына қойып келдім. Шынымды айтсам, дәл сол сәтте редактордың үстеліне мақала барып қоятын мынау Шалдуардай әдеби қызметкер болу маған қол жетпес бақыт сияқты көрінді. Шалдуар менің осы ойымды сезіп қалғандай қайтадан кекете сөйледі. "Немене, Жамбыл туралы мақала жазып, қаламақ тауып, аяқ астынан бір байып қалайын дегенсің ау, тақыр студент." Мен Шалдуардың бұл сөзіне шамданғаным жоқ. Студент екенім рас. Студенттік көпшілігі тақыр кедей болатынын тағы да талас жоқ. Несіне ренжимін? Тек одан өзім бұрын естімеген, білмейтін сөзімнің мәнін сұрадым. "Қаламақы дегеніңіз не?" дедім. Шалдуар тағы дүрсе қоя берді. "Ой, сен өзің қаламақының не екені білмейсің, қалай журналист боламын деп жүрсің?" Мен кінәлі адамдай басымды изедім. Сол түрімді аядау деймін. Шалдуар жаңағы өз аузынан шыққан, оны білмеген адамның журналист болуы мүмкін емес сияқты сиқырлы сөзін, мәнін, мағынасын түсіндірген болды. "Қаламақы деген гонорар деген сөз. Ол гонорар дегеніміз қып-қызыл ақша." Шалдуар өзінен өзі тамсанып, сықап салған ақшасы сыйма тұрғандай шалбар мен пиджагының қалталарын қайта-қайта басып сипап қойды. "Түсінікті ме, а?" Шалдуардың осы бір "а" деген сөзі ақ жүйкеме тиеді. Ол бұл сөзі солай ма, рас емес пе деген мағынада айтады екен. Бірақ ол мұны өкпесін қабындыра, аузын қатты дем шығарып айтқандықтан маған онысыны кәпірсіз келе жатқан адамға тасады. Ап деп әлде бір қорқынышты нәрсе тап берген сияқты болып сезіледі. "Түсінікті" дегенде мен басымды изедім. "Ендеше кете бер", деп Шалдуар телефонға қарай қолын созды.
Сөйтіп тағы да шалдуардан қайтып, адасып жүріп тікенек, қалың қарағанның арасынан әрең шыққан адамдай қалжырап, қарын ашып, жүе қарайып, бұрылғып университетке лекцияға келдім. Университет алдында Меңтай кездесті. Ағай, сізге айтатын бір жаңалық хабарым бар, деді Меңтай менімен сәлемдескеннен кейін балаша жымиып, қуана күлімдеп. Жүрегім өз-өзінен дүрсілдеп қоя берді. Меңтай жайлап өзінің Пушкин атындағы кітапханадан келе жатқанын, онда жаңа ғана жазушы Әуеновтың оқырмандарымен кездесуі болып өткенін айтты. Профессор оқырмандар алдында сөз сөйледі, деді Меңтай. Сөзінің соңында ол біздің университетте соғыстан қайтқан, болашақта үміт күттірерлік бірсыпыра әдебиетші, журналист жастар бар дей келіп, солардың ішінде сіздің де фамилияңызды айтады. Мен сізді шын жүректен құттықтаймын, ағай. Осылай деп ол кіп-кішкентай, жұп-жұмсақ қос алақанымен менің қолымды қысты. Күші солғын, күйдіру күшті ақ саусақтар оң алақанымның іші сыртын сәл ғана сипай ұстаған. Сол сәтте іште тулаған ыстық лептер, дауыл күні теңіз жағалауындағы жалғыз жартасты сабалаған, толассыз толқындай қаптап жүректі соғып, шүйінші сұрағандай оның ұйқы-тұйқылысын шығарып жұлқылап жұлмалап жатты. Бал-бұл жанып, қуана жайнап тұрған Меңтайдың жүзі маған бұрынғысынан да сұлу сүйкімді көрінді. Егер жұрттың бәрінде бірдей менің көзім мен жүрегім болса, онда Меңтайды бар студент, бүкіл ғалам, жер үстіндегі ең сұлу, ең ақылды қыз осы ғана деп бағалар еді-ау шіркін. Дариғай, дүниенің тұтқасы қолымда болса, бар жақсылықты осы қызға жасап, бар бақытты осының басына үйіп қояр едім мен. Бірақ кедей студент менің қолымнан махаббат пен тұрақтылықтан басқа не келеді десеңші. Меңтаймен бірге ішке кіріп, ішімдегі осы ойды мазасыз баладай тербетіп, екінші қатарға көтеріліп келе жаттым. Алайда бүгін бірінші рет Меңтайды көріп, екі қайтара оның қолын ұстауым, ол айтқан жаңағы жылы хабар маған күш қуат берді. Қарным ашып, қалжырап, шаша келе жатқан бәрі лезде ұмыт болды. Студенттердің қос өкпесіне найзадай төніп, жазғы емтиханда жақындап келе жатты. Найзағай төнетіні студент сияқты жас шелең қауымның ішінде желбас жігіттер мен жөлекпе қыздар аз болмайды. Қысқы семестрді қалт-құлт етіп өткеннен кейін олар әй, жаз қайда, біреу қайда деп қолды бірақ сермеп, кітап пен конспектіні жауып тастап, секеңдеп сауық іздеп, селкілдеп би билеп кетеді де, емтихан тақағанда естері кіріп, көл қыпырдың аузына келгенде қалтырайды екен. Соғыстан келген маған студенттердің емтихан тапсыруы, әскердің ұзақ жатқан бекіністерін көтеріліп, шабуылға шыққан шағы мен пара-пар сияқты болып та танылады. Шабуыл шіркін жақсы ғой. Өйткені шабуылға шыққан армия ілгері басады, жеңіске жақындайды. Бірақ дауысы құлақты тұндырып, жау шебін бауырдай тілгілеген артиллерия атысы канонадан кейін окоптан көтеріліп, мылтығының найзасын ұмысына келіп, ұралай ұмтылған жауынгерлердің бәрі бірдей алға баспайды. Біреу оққа ұшады, біреу денесін қызыл қан саулап, жер құшады, жаралы болады. Ал емтихан тапсырғанда ешкімнің оққа ұшуы жоқ. Оның есесіне қан орнына көздеріне жас сорғалаған жаралы болып салады екен. Біздің курстан емтиханның найзасын бірінші түйрелген Сақила деген семіз сарғыз болды. 18-19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің емтиханынан ол өкіріп жылап шықты. Не болды деп жатырмыз. 33-ші аудитория есігінің сыртында дәлізде ішкі кіруге кезек күтіп тұрған біз. Құладым, деді ол солқылдап келіп, алда тұрған қыздардың бірінің мойнына асыла кетіп. Біз оны жұбатып жатырмыз. Қандай сұрақ келді дейміз? Бұхарды білесің бе деп сұрады оқытушы, дейді Сақила солығын басып. Сен не дедің? Білемін дедім. Сон, бізден оның жаңалығы, ерекшелігі қандай, деді оқытушы. Дұрыс, сен не деп жауап бердің? Мен ойланып тұрдым да, Бұхардың жаңалығы самауыр мен ақ шәйнек қой ағай дедім. Біріміз күліп, біріміз ренжіп жатырмыз. Сөйтіп кісі жауап бере ме екен дейміз. Қайдан білейін, дейді Сақила өксігін әрең басып. Бұхар сауда-саттық қаласы, қазаққа самауыр мен ақ шәйнек содан тарады деген бір құлағым шалғаны бар еді. Әй, қуаттарым айтсаңдаршы, деп өңі құп-қу болған Зайкүл ортаға шықты. Осы сұрақ келіп қалса, менің не жауап беруім керек? Алдымен, деді Меңтай, сен Бұхар жырау өлеңдерінің аттарын біліп ал. Я айтшы сол түскірлерді, дейді Зайкүл елпілдеп. Бұхар жырау Абылай ханның тұсында өмір сүрген, дейді Меңтай, ол жайындағы мәліметтерді Зайкүлге қысқаша айтып түсіндіруге асығып.
Өлеңнің аттары мынандай: айналасын жер тұтқан, мұнысы не пәле, жер тұтқан ба, жер жұтқан ба? Қайсысы, дейді Зайкүл екі көзі бақырайып. Өлеңнің аты айналасын жер тұтқан, дейді Меңтай оған ыждағаттықпен түсіндіріп. Ойбай-ай, Меңтай, менің меймам тұрады ғой дейсің бе? Бұл пәлең, одан басқаларын айтшы. Меңтай шұбырта жөнелді. Ай, Абылай, керей қайда барасың? Бірінші тілек тілеңіз, жал құйрығы қаба деп, қалданымен ұрысып. Ойбай-ау, Меңтай, қуатым-ай, мынандай қайсысын есте тұрады? Әне біреу, ай, қайда барасың дегені болмаса, біз бұған ішек сілеміз қата күліп жатырмыз. Әй, қайда барасың емес, өлеңнің аты керей қайда барасың, дейді Меңтай Зайкүлге бар ынтасын сала түсіндіріп. Бұл жаудың Абылай ханнан жапа көріп, үдері көшіп бара жатқан қазақтың керей деген руына айтқан өлеңі. Осы арада жұртты емтиханға біртіндеп кіргізіп, кіргендерді сыртқа шығарып тұрған Жомартбек мысқылға басты. Зайкүл, бұхар жауды не қылсын? Әй, қайда барасың деп маған айтып жатыр ғой. Біз бұған шек сілеміз қата күліп жатырмыз. Әй, жүгірмек, тыныш тұршы, дейді әшейінде Жомартбекке жұдырығын ала жүгіретін Зайкүл қойдан қоңыр жуастықпен. Әй, Ментай, содан соң не дейін? Бұхардың жаңалығы не деген сұрауға мынаны айтасың. Жаудың өлеңдері сыңсыған шешендік сөздерге толы. Оның өлеңінің қай жолын алып оқсаң да ақыл нақылға кездесесің. Мысалы, айналасын жер тұтқан, айды батпас демеңіз, айналашты азайып көл таусылмас демеңіз деген сияқты осындай керемет шешендік бұхар өлеңдерінің ерекшелігі. Осы шешендік әдебиет тарихында бұхар сарыны, бұхар ілгісі, оның жаңалығы деп аталады. Енді ұқтың ба, Зайкүл? Оғын ұқтым ғой, Меңтай, бірақ мен көкмеймін ғой. Қазір ұққанымды қазір ұмытып қаламын. Сақила, деді ол әлі өксігін баса алмай тұрған серігіне қарап. Сенің екінші сұрағың не? Махамбеттің романтизмін білесің бе? Деді содан соң оқытушы. Деп Сақила көзін сүрте бастады. Я, сен не дедің? Білемін, дедім мен. Білсең айт, деді оқытушы. Ары ойландым, бері ойландым. Ақыры оқытушы Махамбеттің оқыған романдарын сұрап тұрған шығар деп ойладым да, Махамбет романдарды көп оқыған дедім. Қандай романдар оқыпты, деді оқытушы жымыңдап. Ол жымыңдағанға мен ойындағысын дәл тапқан екенмін деп қуанып кеттім де, алдымен Жұмбақ жалау романын оқыды, дедім. Тағы қандай романдар оқыпты, деді оқытушы. Менің құрдастарым, дедім мен. Я, сон, деді оқытушы одан сайын күлімдеп. Ақын романын, дедім мен. Дәуде болса күтіп отырғаныңыз осы болар деп. Зачет книжканды әкел, деді оқытушы қолын созып. Мен кемі 3 қоятын шығар деп ойладым. Ол қол қойып қайтарып берді. Қарасам 2 қойыпты деп Сақила қайтадан еңкілдеді. Сағынова Зайкүл, деді Жомартбек бір қолымен тұтқадан ұстап, дәліздегі бізге де, іштегі оқытушыға да ескертке дауыстап. Өйткені оқытушы студенттердің өз емтиханына бөгілтпей кезекпен кіргізіп тұруды Жомартбекке тапсырған болатын. Сіздің кезегіңіз келді, емтиханға кіріңіз. Зайкүл есік жанына жеткенде дар алдына келгендей құп-қу болып кетті. Оның кішкентай бөгеліп жүрегімді тоқтатайын дегеніне Жомартбек қараған жоқ. Шегінуге жол жоқ, артымызда Москва, деді де Зайкүлді қолдай-ақ тұрғызбай есікті шалқасынан ашып, ішке ерсіз кіргізіп қоя берді. Енді біз Зайкүлдің тілеуін тіледік. Есіктің кілт салатын тезігінен кезек-кезек сығалап, оның қайда күйде отырғанын байқаймыз. Содан соң тағы біраз тым-тырыс боп қаламыз. Осы кезде өксік қызып, солқ ете қалған Сақила дыбысы естілді. Саспа, Сақила, деді Жомартбек алақанын бипаздай сермеп. Бәрі өтеді, бәрі өзгереді деп мен емес, Гераклиттің өзі айтқан. Ендеше бұл да өзгереді. Сенің екің 3-ке түзетіледі. Қалай, деді Сақила көзін сүртіп. Былай, қазір Зайкүл 5 алып шығады. Содан соң, деді Сақила Жомартбекке. Ол бейне бір өлімнен құтылудың жолын айтатындай-ақ жалбарына қарап. Содан соң Қанипа екеуі оқытушыға оңаша кіреді де ортаға алады. Қанипа, ағай, Сақилаға 3 қойып берсеңізші деп көзін құбылтып. Я, сөйтіңізші ағай, деп Зайкүл емініп, 2 қыз қиылып тұрған соң көңілшек ағай жібейді. Сақила ертең келсін дейді. Сөйтіп Гераклиттің айтқаны болады да шығады. Қойыңыз, жаман екен ойыңыз, деп Қанипа әндете өтірік күліп, көлгірсіп Жомартбекке қарап, сахнаға шыққан бишідей боп мойнын қылқындатты. Я, түк қоятының жоқ, дейді Майра оған бұрылып. Шашың мен мойныңды Кербез ағаға босқа сипатқанша Сақиланың бағасын түзеттіріп бер. Бұл сөзді басқа қыздар да шуылдасып қосып қалды. Зайкүл тапсыра ала ма, деді Сақила Жомартбекке. Тапсырады, ол тегін Чеховтың қарындасы аталған жоқ қой. Бұған бәріміз мырс ете түстік.
оның мынандай мәнісі болатын. Қыста 19 ғасырдың орыс әдебиетінен емтихан өткізуге әзірленіп жүрдік. Бір күні үзіліс кезінде Зайкүл бәрімізге сұрақ қойды. Чеховтың бір қарындасы туралы айтқаны бар еді ғой. Сол кімнің есінде? Қай қарындасы туралы дедік біз түсінбей. Мария Павловнаны айтасың ба? Тілімнің ұшында тұр. Өзімнің бір қарындасы жайында айтып еді ғой. Не деуші еді? Кісі өз қарындасы туралы. Соның бір жақсы қасиетін айтқан. Біз Чеховтың әйел аттас шығармаларын атай бастадық. Ниночка ма? Жоқ, деді Зайкүл басын шайқап. Итжетек деген келіншек пе? Зайкүл сақылдап кеп күледі. Қойыңдар шәр, келіншек итжетек күтеуші ме еді? Ол бір ауылдың аңшысы ма екен, иттерінің қасына қалдырмай ертіп жүретін. Ойбай, Зайкүл, сен білмейді екенсің ғой, деді Жомартбек орнынан ұшып тұрып. Келіншектердің керемет аңшылары болады. Өзгеге сенсең де саған сенбеймін, Жомартбек, деді Зайкүл қолын бірақ сермеп. Онда апалы сіңілі үшеуді айтасың ба? Жоқ, үшеу емес, біреу, деп Зайкүл біздің діңкемізді құртып, Чеховтың сол сөзін жұрт айта береді ғой ылғи. Өлдік талдық дегенде келесі үзілісте оны әрең таптық. Сөйтсек, Зайкүлдің сұрап отырғаны Чеховтың краткость, сестра таланта дейтін нақылға айналып кеткен атақты сөз екен. Сол күні біз бәріміз шексілеміз қата күле отырып, Зайкүлге Чеховтың қарындасы деген атты бір ауыздан бергенбіз. Жомартбектің еске салып отырғаны осы оқиға болатын. Біз күлкімізді тыйып үлгергенше іштен қойқан қағып Зайкүл шыға келді. Бәріміз оған қарай қоғадай жапырылдық. Не алдың, Зайкүл? Ол бізге 5 саусағын көрсетті. Сенерімізді де, сенбесімізді де білмедік. Зачет книжкаңындағы 5 деген бағаны көргенде ғана иландық. Не сұрақ келді өзіңе? Не сұрақ келгенін не қыласыңдар? Мен ештеңені де жетістіріп айта алғаным жоқ. Бар білетінім мынау болды. Қыздар Зайкүлге ентелей түсті. Кербез ағай бетіме қарап отырды да, зачет книжкаңды әкел, Сағынова, деді. Байқамын, екі қоятын түрі бар. Емтиханды мен емес, ол беріп отырғандай-ақ екі иығы салбырап, ұнжырғасы түсіп барады. Аяп кеттім байғұсты. Сонан соң қайдан шықса одан шықсын дедім де бастым тәуекелге. Зачеткамды қолыма ұстап, юбкамның өзі қысқа етегін одан сайын көтеріңкірей түстім де, сол столдың басындағы Кербез ағайдың қасында отырған орындыққа жалп ете отыра кеттім барып. Ағайдың тышқан көзі жылтырай жайнап, менің мына оқтай түзу сирағыма жұп-жұмыр тіземе қадалып одан да жоғарылай берді. Мен оны сезбеген болып, зачеткамды ұсынып былай дедім: мен не қойсаңыз да ризамын, ағай, бірақ сіз сияқты теңіздей терең білімі бар, ғұлама ұстаздан сабақ алып жүрген мен үшін 3 пен 4-ке оқиды деп ешкім де ойламайды. 4 дегенді әдейі айтып отырмын. Әттең 3 қойып берсе жарар еді деймін ішімнен. Кербез ағайдың осал жеріне дәл тидім-ау деймін. Книжкама қон жетіп 5-ті қойды да берді. Бұл оқытушымыз өте мақтаншақ кісі еді. Лекция үстінде ол 2 сөзінің бірінде "мына мен нағыз қыпша бел, қыр мұрын сымбатты жігітпін ғой" деп отыратын. Оның үстіне өзін үлкен, ұлы адамдармен қатар қоя сөйлеп, кеше Мұхит Әуеновпен екеуміз театрға бардық. Немесе бұл тақырыпқа байланысты менің мақаламды, одан соң Белинскийдің мақаласын оқыңдар деп өсетін. Осы мінезі үшін қыздар оны сыртынан Кербез ағай деп айтатын. Қыздар, тыныш отырыңдар, Кербез ағай келе жатыр. Кербез ағайдың лекциясына барам ба, бармаспын ба десетін. Зайкүл қу оның осал жерін тап басыпты. Мынау масқара екен, деді Ментай. Бұдан кейін Ментай аузынан мұндай қатал сөз шыққанын естімеген емеспін. Ол жолдастарының кемшілігін кешіре біліп, ешкімнің көңілін қаларлық сөз айтпайтын. Сол сабырлы әдетін бүгін бірінші рет бұзғанына қысылды ма, кім білсін. Зайкүлдің сөзін естіп болғаннан кейін құлағының ұшына дейін қызарып төмен қарады. Мына сөзіңді бізден басқа ешкім естімесін. Енді қайтейін, деді Зайкүл Меңтайдың алдына ақталғандай болып. Жаңағы сен айтып бергенің бәрін лезде ұмыттым да қалдым. Қысылғанда адам не істемейді? Ағайдың мақтаншақтығы менің шашымды сипай беретіні ойыма түсті де жаңағын істедім. Енді қайтейін? Бір семестр бойы басымды бекерге сипаттым ба? Мен оған баста айтасың, Кербез ағай жаңа менің бұғағымды да сипап салды. Біз күліп жібердік. Мейлі сипаса сипай берсін, деді Зайкүл сөзін аяқтауға ыңғайланды. Оған менің нем кетті? Бір 5-ті соқтым да алдым. 5 қана емес, сен бір түлкі соғып алған сияқтысың, Зайкүл, деді Жомартбек жымыңдап. Анада аңшы әйел болмайды деп таласып едің, нағыз аңшы әйел өзің боп шықтың ғой. Әй, Жомартбек, байқап сөйле, мен әйел емеспін, қызбын. Солай екен-ау, деп Жомартбек мүләйімсіп. Содан соң түк білмеген кісідей әндете жөнілді. Етімді шал сипаған құрт жесін деп жартастан қыз секірді терең суға деген екен-ау, Абай атамыз. Білген адамға жақсы сөз-ау бұл бір. Қыздар мұның Зайкүлге арналып айтылғанын сезіп, біріне бірі қарап жымындасты. Әй, неге жымындайсыңдар, қыздар?
Зайкүл әр қыздың бетіне кезек қарады. Жай жаңағы Жомартбектің етімді шал сипаған дегеніне күліп жатырмыз. Бұл маған айтқан екен ғой, тілі тоттиятындай осы жүгірмектен көрдім-ау деп Зайкүл жұдырығын түйіп Жомартбекке қарай тап берді. Жоқ, Зайкүл, деді Жомартбек қашқақтай ақталып. Етімді шал сипаған құрт жесін деп жартастан терең суға секіріп жүрген сен емес, феодализм заманның ескі қызы ғой ол. Сенің жөнің басқа, сен жаңа заманның сұлуысың. Кербез аға да шал емес, 40-та ғана. Солай десеңші одан да, деді Зайкүл Жомартбектің сұлуысын дегеніне жайылып түсіп қалып. Оның Кербез ағаң 40-та ғана деген сөзіне мән де берген жоқ. Өстіп Жомартбек шегінуге жол жоқ, артымызда Москва деп Клочков сөзін бас командашының бұйрығындай қайталаумен жұртты еріксіз ішке кіргізіп, есіктен әппақ боп енген қыздар қып-қызыл боп шығып, не алдын 4, құттықтаймын, не алдын 3, оқасы жоқ деп жылап-сықтап, күліп ойнап, алысып әзілдесіп жүріп, алғашқы емтиханды да өткердік. Алғашқы емтихан маған бірсыпыра сабақ берді. Курстас қыздардың 4-5-еуі ғана үздік, жақсы, 7-8 жақсы, 10 шақты орташа оқыса, 6-7 қыздың үлгерімі мүлдем нашар екен. Оның үстіне бұрын бұлар сабаққа жеке-жеке әзірленіп келген. Біреу емтиханға біліп кірсе, біреулер оқытушы алдына тек Құдайға тапсырып қана баратын болған. Мен қыздарға сабаққа бұдан былай бірлесіп әзірлену керектігін айттым. Әсіресе нашар қыздары жақсы оқитындармен 2-3-тен өз тобымызға алайық дедім. Осыған келістік. Меңтай, Майра және мен үшеуміз Зайкүл, Сақила сияқтыларды қамқорлық қалдық. Сөйтіп осындай 3 топқа бөлініп, кейде 3 топ бірлесіп бірігіп кетіп, таңертеңгі сағат 4-тен тұрып алып, тынбастан даярланып жүрдік. Кейде бізге өз беттерімен әзірленетін әлді деген қыздар да қосылатын болды. Бірте-бірте қыздардың емтиханнан еңіреп шығуы тоқтала бастады. Сондай емтиханға әзірлік күндерінің бірінде біз Калинин көшесі жақтағы жатақхана жанындағы төбешік басында қалың ағаш көлеңкесіндегі көк шөп үстінде одеялдарды жайып тастап, кезектесіп конспект оқытып, білгенімізді бір-бірімізге ауыз-жауы айтысып, сарылып ұзақ отырдық. Бір кезде Меңтай ұсыныс жасады. Ағай, шаршап кеттік қой, демалайықшы, бізге көңіл сергітетін басқа бір әңгіме айтып беріңізші, деді маған қарап. Не айтайын дедім мен, сәл ойлана түсіп. Ойбай қыздар, деді Жомартбек, жерден жерді қоян тапқандай ентігіп, сонысымен қыздарды одан сайын ынтықтыра түсіп. Мұның соғыс кезінде бір қызбен 3 күн бірге жатқан әңгімесі бар, соны айтсын, өте қызық. Оны деп Меңтай күмілжіп қалды. Сонан соң менің көңіліме бірден келіп қалды деп ойлады ма, ренжір деді ме, сөзін қайта жалғады. Лайықты десеңіз айтыңыз. Айтсын, деді Зайкүл жаны кіріп. Ондай әңгіме қызық болады. Ол Меңтайға қарай бұрылды. Сен, Меңтай, Ерболды ектен алып, аузынан қаға беретінің не осы? Әлде өзіңе өлең шығарғаннан кейін өзімдікі деп жүрмісің? Зайкүлдің Меңтайға айтқан сөзінің ішінде Ерболды иектеп алып дегеніне жаны бар деуге болар еді. Менің Меңтай қасында әлдебір мінімді тауып, сөгіп немесе орнымнан түсіріп кетеме деп жоғарыдан келген үлкен бастық алдында іштей діріл қағатын кіші бағыныштыдай, ол маған атымды атап, жөнімді жөндеп ештеңе айтпаса да қылық қимылдарынан бірдеңе ұнамай қалама деп өз-өзімнен қысылып, қымсынғандай күйде отыратыным барды. Құлқыз соны аңғарып айтты. Зайкүл өз сөзіне өзі риза болып сықылықтап күліп алды. Меңтай қызарып кетті. Сен де жоқты айтасың-ау, Зайкүл, деді ол сабырлы қалпын бұзбастан. Сәл ғана күлімсірей түсіп. Ағайды ектеп маған соншама не болыпты? Жоқ, олай емес. Ектесем ектеймін, сонда сенің не шаруаң бар десе етті деп ойладым ішімнен. Әшейін бұрын естімеген әңгіме болған соң. Естімесең естисің, білмесең білесің, деді Зайкүл қайтадан сықылықтап. Есту үшін тыңдау, білу үшін үйрену керек. Еститін де, естімейтін де, білетін де, білмейтін де нәрселер бар ғой. Меңтай маған қарай сәл ғана мойнын бұрып, бас изегендей болды. Айта беріңіз, ағай. Я, Зайкүл шырағым, осы сен тақымдамай тыныш отыршы, деді Майра. Бір нәрсенің шеті құлағына тиіп еді, құлжындап кеттің ғой бір жыла. Құлжындамағаныңды көрермін қазір, деді Зайкүл оған шамнан бастан. Өзге қыздардың үндемегендіктері мен күлімдеген көздеріне қарағанда көбінің менің айтпақ әңгімемді тыңдағылары келіп отырғанын аңғарғаныммен ол әңгімені Меңтай алдында айтуға лайықсыз көріп бөгелей бердім. Ал бастасаңызшы, Ербол, деді Зайкүл дегбірсіздене түсіп. Қай жылы неше күн шақтап жаттым дейсіз қызды? Мен басымды шайқап қашқалақтай бастадым. 44-ші жылдың күзінде бұл майданнан елге делегат боп келген, деді Жомартбек Зайкүлдің құмарлығын одан сайын қоздырып. Сонда алды мен Алматыға соғып, содан соң өз ауылына барған. Ауылында өзің сияқты бір сұлу қызбен соғыс жүріп жатқанда ма, деді Зайкүл көзін бақырайтып. Иә, Аллай, сен қандай бақыттысың, Ербол, соғыс кезінде елге келіп жүрген.
«Я, қоя тұрсаңшы, Зайкүл», деді оған Майра. «Ағайдың әңгімесін айтқызсаңыздаршы». «Әй, сендер де осы ағай дегендеріңді қойыңдаршы, қылымсып», деді Зайкүл қыза сөйлеп. «Қайда ағай бұл? Өзіміз сияқты студент қой. Көп болса 4-5 жас қана үлкен шығар. Соған бола соншама кәртейте бермесіңдерші бұл байғұсты». Зайкүл аяған болып менің басымды сипады. Басқалар оған да ду күлді. Зайкүлдің өзге сөздерін жарата бермесем де, осы сөзін ұнатып, мен де күліп жатырмын. «Жоқ, оны емес, басқа бір әңгіме айтайын», дедім мен күлкімді тоқтатып. «Жоқ, соны айт», деді Зайкүл тақымдап. «Соны», деді Қанипа сықылықтап. «Зайкүл, ер болсан, дәл осы әңгімені айтқызбай қойма». «Ендеше», деді Жомартбек, менен оқшалауына шетке қарай ығысып. «Зайкүл, сен Ерболды мықтап ұстап отыр. Мен оның күнделігіне жазған осы әңгімесін бәріңе дауыстап оқып берейін». Жомартбек менің қасымда жатқан қалың дәптерімді қолтығына қыса кеткен екен. Шетке шығып, соның беттерін ақтара бастады. Зайкүл шап беріп, мені мойнымнан құшақтап алды. «Ал, оқи бер, Жомартбек, мен мұны тырп еткізбей», деді Зайкүл маған кенедей жабысып. «Қанипа, жақын отыр, мынау тыпырлап тұрып кетіп жүрмесін». Жұрт тағы бір ду күліп басыла бергенде, Жомартбек менің күнделіктегі дәптеріме жазған естелік әңгімемді судыртып оқи жөнелді. Менің ауылым Ақбота колхозы темір жолдың 9 шақырымдай жерде болатын. Ауылдың өкпе тұсында 10-шы деп аталатын разъезд барды. Ауыл поселкеге айналып, поселка қала болып үлкейіп жатады. Бұл дүниеде өспейтін разъезд екен ғой. 10-шы біздің бала күнімізде разъезд еді. Жігіт болып соғыстан келгенімде де сол разъезд қалпында алдымнан шықты. Бірақ маған ол шетелдің сәнді қалаларынан әлде қайда қымбат, әлде қайда артық еді. Күн бата разъездге болар болмас қана кідіріп, өткен поездың қарғып түсіп, мен қарсы алдындағы қызыл шатырлы 2 ағаш үйге қуана қарап, орнынан қозғала алмай қалтиып қалыппын. Ол сәтте өзімді Петерговтағы патша сарайының алдында тұрғаннан бірде кем сезінсем бұйырмасын. Айырмашылық сарай алдында фонтан суына шомылып жүрген жалаңаш әйелдер мүсіні жоқтығында ғана сияқты. Оның орнына менің көз алдында өзге суреттер кернеді. Мен бірінші рет поезды осы жерде, анау маңдайшасында разъезд 10 деген жазу бар оң жақтағы қызыл үйдің алдында тұрып көргенмін. Содан кейін әкем екеуміз арбаға мініп ауылға қайттық. Әкемнің трашпенкесінің арт жағында үнемі басы жылқышы құмыстың тұмсығындай икемделе сорайған шалғы орақ жүретін. Ауылға тақағанда арбаға мінеміз деп алдынан балалар жүгірсе, әкем атын тоқтатып, «Қарақтарым, байқаңдар, арбаның артында шалғы орақ бар» деп ылғи ескертіп отыратын. Ол жаздың күні еді. Разъезд ауылдың арасы тұтып тұрған көк шөп болатын. Разъезден шыға бере әкем атын тоқтатып, арбаның артындағы шалғы орақты алып шөп шапты. Мен хош иісі аңқыған көк шөпті кішкентай құлашымдай жая құшақтап арбаға тасыдым. Талдан тоқылған шарбақ қорабына көк шөп тиелген арбаға қайта отырғанда мен өзімді асқар таудың төбесіне шыққандай сезіндім. Жас шөптің иісі жанымды еліткен, маған төбесіне шыққан тауым түйенің бүлкілегіндей майда желіспен қозғалып, зымырап бара жатқан сияқтанды. Өстіп, разъезге келген, поезды көрген, шөп тиелген биік арбаға мінген қуаныштан кішкентай жүрегім енесін айнала шапқан құлын тұяғының дүрсілін таныта лүпілдеп отырған шақта әкем маған қолындағы божысын ұстатты. Бұрынғы қуаныш па, көңілім одан сайын лепіріп кетті. Божы қолыма тигенде жүрегім үсті-үстіне лүпілдеп, жымың ете түскен мен сол сәтте аттың божысын ұстап келе жатқанда емес, алыстан қарағанда ақбас нардай болып көрінетін Ақжал тауының өркешіне мініп, соның бұйдасын ұстап келе жатқандай жайда болдым. Ең алғаш рет осы разъезді көріп қайтқанда ауылға тура Москваның өзінен келе жатқандай күйде енген едім. Сол разъезді одан 15 жыл кейін қайта көргенде сол сурет көз алдыма елестеп, мұрнымда жас шөптің хош иісі қытықтағандай болды. Разъезд басында танитын ешкім жоқ болғандықтан мен бірден шапшаң адымдап ауылға қарай бет қойдым. Темір жол топырағынан түсіп, табаным жерге тиісімен-ақ өне бойым бірден жеңілденіп, сахнаға шыққан бишідей лыпып келемін. Аяғымды ілгері басқан сайын, екі қолтығымды қанат біткен зымырап самғай түсемін. Разъезд біраздан шыққаннан кейін осы тұс еді-ау дедім де жерге жата қалып аунай бастадым. Содан кейін бала күнімде бір жаққа ала кетіп, әкемнің аяғын құшақтап, жылап жатып алатынмын. Етегімнен түсіп, жазда шөбі шабылып, алынған орма жерді құшақтап, екі бетімді үйкелеп ернімді тигіздім. Мен қара жерді анамның жұмсақ маңдайы деп сүйдіп, әкемнің жалпақ арқасы деп құшақтадым.
Бір кезде өз-өзімнен күбірлеп үн қаттым. Айналайын анам, сен туған жер топырағымның астында жатырсың. Украинаның қара мақпал, көрпедей қара бұйра топырағын жамылып сен қалдың. Ардақты әкем, екеуінің бөлінген молекулдей болып жер үстінде мен жүрмін міне. Сұрапыл соғыстан, сонау Польшадан туған жерге аман келіп, сенің бала күніңде басқан ізіңді ескеп жатырмын әке. Ертең сенің қабырыңа бір уыс топырақ қосамын ана.